Баршаңызға сәлем. Бүгін компот жабатын боламыз. Бұл компот ассорти компот. Алма, қаттылау келген өрік, шие, жалбыз, 2 мандарин, 2 лимон болса болғаны. Бұл заттардың барлығын алдын ала жуып, тазалап аламыз. Өріктің ортасынан бөліп, тәшегін алып тастаймыз. Енді осы жемістерді таза жуып алған банкаларымызға салып орналастырамыз. Банканы қақпақты булаудың қажеті жоқ. Ешқандай да атылмайды. О жағынан уайымдамаңыздар. Міне барлығын салып орналастырып шықтық. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, қақпағын бетіне қойып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат уақыт өткен соң үлкендеу ыдысқа суын құйып аламыз. Суын құйып алған соң екінші мәрте қайнатамыз. Енді 2 литрлік банкаға 200 грамм шекерден салып шығамыз. 1 литрге 100 грамм, 3 литрге 300 граммнан саламыз. Менде барлығы 2 литрлік банкалар 200 граммнан салып шықтым. Енді қайнап тұрған суды үстіне құйып, банкаларды жабамыз. Жауып болған банканы осылай қозғаймыз. Шекері түбінде қатып қалмай еру қажет. Міне осымен керемет дәмді ассорти компотымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.